Мына менің бүгінгі киетін look of the day'ім. Осындай көк футболка алған болатынмын кеше, и ақ джинсы. И осындай сумка алдым кеше, кішкентай дәптер салғанға. Осыны киетін боламын. Ал қазір бояну тайм. Енді бірінші күннің қосымшасына сумкам дайындайтын боламын. Осындай екі ручкасы бар, біреу қара, біреу көк басты. Потом осындай дәптерлер алған болатынбыз. Осынан 4-ін аламын. И өзімен бірге осындай влажный салфетка алып аламын. Всем привет, достар, қалайсыздар? Біздің бүгінгі влогымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі влогта біз сіздермен бірге бір күнімізді өткізетін боламыз. Бүгін мен 125 мектебіне бара жатырмын. Бағана азаннан бері жиналғаным сол себепті болған. Қосымшаға, білесіздер ма, білмейсіздер ма, мен 11-ші сыныпқа көштім. И қосымша NT деген нәрселер менде енді басталды. Осы айда сабағыма мән беріп, NT-ге мән берейін деп шештім. Және де осы жаздың 3-ші айынан бастап 125-дің қосымшасына қатысайын деп жатырмын. Бүгін бірінші күн. Ал мен 125-ке келдім. High school-ға қазір кіретін боламын. Бізде қазір обед. Бұндай заттар алып жектеп отырмыз. Үй тапсырмаларын шығарып берді маған. Енді қайтатын боламын. Сабақ бітті, бізде қазір үйге қайтып отырмыз. Сағат 1:30-да біз уже қайтқан болатынбыз. И мен уже үй жаққа жетіп қалдым. Оказывается, ол жақта телефондарды алып қояды екен. Сабақ уақытысында жинап қоямыз. Сондықтан да сіздерге былай барлығын толығымен түсіре алмадым, но былай түсіруге тырыстым. Бізде қазір get ready with me болады, потому что біз подругамызбен қазір волейбол ойнайтын боламыз. Қазір киім көретін боламыз. Мен уже кішкене выводақ киімдер бар, соларды сіздерге көрсетемін. Бізде қазір самое главное бұл осындай сұртрико. Давайте мынаны киік. Мінекей мен сұртрикомды кидім. Енді қазір үстіне қандай футболкалар бар екенін көрсетемін. Бізде бірінші футболка, осындай қара футболка. Негізі мана болады сақта. Екінші футболка бізде осындай ақшыл, былай әдемі болады. Что мне делать? А еще бізде тағы да бір вариант бар. Осы бигіміз. Мен тоже прям әдемі болып келеді. Но іші ашық болып тұрады. И мен волейбол ойнауға кішкене қиынырақ бола ма деп ойлап жатырмын. Қазір мен сіздерге осыны киіп көрсетемін. Потом футболкаларды киіп көрсетемін. Менде уже бірінші вариант. Қазір футболкаларды киіп көреміз. Қазір переход болады. Все, мен футболкам кидім. Мен осымен бара беретін шығармын, потому что ақшыл болып маған ұнап тұр. Камера не болып кетті. Бізде get ready with me бітті. Қазір енді далаға шығатын боламын. Қазір жүрміз Ажармен. Ажар, привет! Қазір волейбол ойнаймыз, одан кейін қайтатын боламыз. Біздің кешкі ас бүгінгі осындай картошка. Қазір жеп алатын боламыз, және де шай. Ал бізге ас болсын. Ал мен қазір ұйқымнан тұрған болатын, қосымшадан келе салып ұйықтап қалыптым. Кәдімгідей шаршап қалғанмын ғой, миыма өте көп информация болып кетті. Енді қазір ужин ішетін боламыз. Сөйтіп мен уже сабағыма отырамын, сөйтіп үй жұмыстарын жасайтын боламын. Короче, достар, мен қазір есеп шығарайын деп жатырмын. Үй жұмысын жасайтын боламын. Қараңыздар, бізге қаншама үй жұмысын беріп тастады. Мен бүгін бірінші күнім болған. И соған осындай 54 есеп, мат сауаттылығынан бұл. Но физикадан 20 есеп берілді. И потом мына жақта тағы да бір шығарған есептері болар бірақтан уже. И формулалар жаттау берген болатын. Осы заттардың барлығын мен қазір шығаратын боламын, жаттаймын. Сөйтіп дайындалу керек. Кәдімгідей болды, уже мен дайындықты бастадым. Мына жақта уже есептер шығарып бастап жатырмын. Короче, қазір енді менде осы есептердің барлығын шығарып жаттығуым керек. Ешнеге қарамай, ешнеге отвлекаться етпей есептерді шығаруым керек. Не дегенмен уже 11-ші сыныпқа барайын деп жатырмын. Дайындық, сондықтан да оқу керек.
сабақтардың барлығын оқып бітірдім. Осыншама парақтардан есептерін шығарып, формулаларды жаттадым жартысын. Сумкаларымды жинап, сөйтіп, бүгінгі бірінші күнім. Менде негізі айта кетейін өз ойымды, қалай болғанын сіздерге түсіндіре кетейін, егер де түсінбеген болсаңыздар. Мен қазіргі кезде физмат бағытын таңдап отырмын. Енді әзірге нақты мамандығымды айта алмаймын, потому что өзімде нақты бүйтіп таңдаған жоқпын. Физмат деп тұрмын, ойым өзгеріп кетпесе. Және де осы 125-ке алдыңғы айларда біз барған болатынбыз. Өздеріңіз білесіздер, видеосын көргенде шығарсыздар, көрмесеңіздер көре кетіңіздер. Және де осы айдан бастап мен енді 125-тің осы қосымшасына қатысып жүрмін, Foundation деп аталады. Және де Foundationнан кейін уже сентябрьден бастап мен сол 125 мектебіне ауысып кететін де шығармын. Сол жақта оқып, сол жақтан бітіруім де мүмкін енді. Оның барлығы нақты емес, сол үшін сіздерге қазіргі не ойлап жатқанымды, соның барлығын айта кетейін деп жатырмын, бөлісіп. Бірінші күн менде күшті өтті, барлығы қызықты, мен қатар сабақтардың барлығын түсінікті болды. Жұмыстардың барлығын жасау кішкене қиынырақ болды, потому что көп екен, бірақтан все равно енді жасау керек, оқу керек. Сол себепті мен енді барынша жасап жатырмын. Алда одан да жақсы нәтижелерге жетемін деген ойдамын. Сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Инстаграм парақшамызға тіркеліп кетіңіздер, сонда күнделікті бөлісіп отырамын. Сондықтан да ссылкасын сіздерге астыға қалдырып кетеміз. Еще ертең біздің менторымыздың туған күні болады. Бірге сыныппен жасайық деп жатырмыз, құттықтап. Сіздерді де бірге алып жүремін, потому что ертеңде қызық күн болады. Оны бөлек влогқа түсіргім келіп тұрған жоқ. Сондықтан да бірге ертеңгі күнді де көретін боласыздар. Бірнеше сағаттар ұйықтап сөйтетін боламын. Ал сіздер болса оны 1-2 секундта көресіздер. Все нормально. Бізде кейге клубника в шоколаде алдық. И торт. Тықсай? Тақсың ба? Фык-фыкты. Ал 125-ке келдік. Қазір алдына. Ол жақта подаркаларымызбен, балалармен тұрмын мен. Құттықтадық. Енді артымызды жинаймыз. Біз мерекеміз ақ еще қыз болып жинатқыз қойды. Қазір су алып жатырмыз. Сексенбірге талдабай. Апайымыз жап-жас. Соғы? Айна апай, қоғамымызды құттықтаймын, өмір жасыңызда болсын, бас тілерін денсаулық, ауырмаңыз, бақытты болыңыз. Сабақтарды жақсы оқыңдар, мені ренжітпеңдер, ақтақтан темен алмаңдар. Сосын андай, не істеңдер, мейлінше. Жоқ келіп, 13-20 болып. Теперь менің каждый күнім, кешім осылай өтеді. Мұнда 1, 3, 4-ші үй жұмыстары, екіншісі осы жақтарда. Мынау Қазақстан тарихы жазғаным. Мынау даптер бізде математика. Шарт реті осындай математика. И мұнда тоже парақтар, есептер. Короче, осылай енді каждый вечер отыратын боламын. Ал достар, осымен біздің видео соңына да жетті. Сіздерге бұл влог ұнады деген ойдамыз. Ұнаса әрине де лайктарыңызды басып, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Және сіздерге бір жаңалығымыз бар. Бұл жаңалық бізде өзімізде енді ғана жасап жатқан қадам болатын. Ол біздің жаңа каналдың ашылуы. Жаңа канал ашылуы дегенде басқаша түсініп қалмаңыздар. YouTube арнада емес, ол iTube деген өздеріңіз білетін, немесе кейбіреулеріңіз білмейтін де шығарсыздар. Қазақстандық видео платформа болып саналады. Сол iTube бағдарламасында біз өзіміздің жаңа каналымызды создавать еткен болатынбыз. Алия Мери деген атаумен әрине де. Сондықтан да iTube бағдарламасын басып, біздің арнаға міндетті түрде подписка жасаңыздар. Сол жақтан да бізді поддержка беріп, видеоларымызды көріп, лайктарыңызды қойып, сонымен қатар жаңа видеоларымызды көріп отырсаңыздар болады. Бұл өзіміздің YouTube-тан әрине де кетпейміз, достар, уайымдамаңыздар. Осы YouTube арнамызға да видеолар салып тұрамыз бұрынғыдай. Және де жаңа видеоларды сіздер iTube арнасынан да көрсеңіздер болады. Сондықтан да сіздерге қызығырақ болса, iTube-ке де осы YouTube арнамызға да тіркеліп қойыңыздар, видеоларымызды көріп жүресіздер. Сіздерден барынша поддержкаларыңызды күтеміз. Комментарияға жаза кетіңіздер өз ойларыңызды, және де лайктарыңызды қойыңыздар. Арнаға тіркеліп екеуіне де. Егер де керек болса, ссылкасын комментарияға және де описанияға тастап кететін боламыз. Енді келесі видеода көріскенше, пока-пока.